Ассалаумағалейкум. Қалдарыңыз қалай қадірменділер? Қазақ профилері Америкаға ағылуда. Кеше ғана Данияр Елеусінов Вегастан сурет жіберді. Онда ол Сүлеймен Промоушнстың Америка асқан боксшылармен бір залда жолығып қалғандары туралы баяндады. Ол жаққа Елеусінов өзінің ағасы Дәурен және бапкер әкесімен барған екен. Демек, Даниярда жақында жекпе-жек деген сөз. Оның украиналық боксшымен келіссөздер жүргізіп жатқандығы туралы хабарлаған болатынбыз. Бокс әлемінде болып жатқан елеулі оқиғалар Даниярды да жарғақ құлағын жастыққа тигізбеген секілді. Әрине, өткен күндер жеңісінің ләззатына шомып елде жан бастап жата берсе болады. Алайда өмір жаныңнан өтіп кете береді. Кәсіпқой бокс деген саланы таңдаған екенсің, демек жұмыс жасау керек. Әйтпесе басқалардың жетістігіне қарап жүре беретінің анық. Елеусінов өте мықты профиге айналып келе жатыр. Ол олимпиада чемпионы, оған Америкада қызығушылық бар. Бірақ соңғы кездері белсенділігін түсіріп алды. Әйтпесе Эдди Хирнмен жүре бергенде британдық қазақты бір жерден шығарар ма еді. Ал қазіргі промоутері Зия Алиевтің қолынан не келер екен? Оны алдағы уақытта көре жатармыз. Сондай-ақ Американы тағы бір ұмыт қала бастаған профиіміз Айдар Шәрібаев та бетке алды. Айдар осыдан бірер жыл бұрын ақш-та жүріп белсенді түрде кездесулер өткізді. Сосын ол жеңіліс тапты. Бұдан кейін елге оралып бокс пен бизнесті қатар алып жүріп көрді. Профи бокс бапкерлерін дайындады. Туризм саласында бағын сынады. Блогер болды. Тілі жатық. Бұл жігіт енді қайтадан профиге ден қойған секілді. Америкаға ол кездесу өткізу үшін келіп жетті. Ассалаумағалейкум бауырлар, амансыздар ма? Кеше Американың Колорадо штатына келіп қалдым. Әрине, басты мақсатымыз жаттығу жасау, жекпе-жек өткізу, ұту. Одан да бөлек Америкадан енді үйренетінімізде, жиренетін жерімізде көп. Үйренетін жеріміз ол өмірді жеңілдету, көп нәрсені қиындатпай жеңілдету, яғни ислам үйрететін нәрсе бізге. Ал жиренетін нәрселеріміз жаңағындай жақындарымыздан алыстамай, көршімен араласпайды бұл жақта, мысалы сол нәрселерден алыстау. Енді жақсыдан үйретіп, жаманнан жиренетін біздің қабілетіміз бар. Көрсетті бауырлар, аман болыңыздар, менің контентімді қадағалаңыздар, қараңыздар, сіздерге пайдалы болып қалады деп ниеттемін. Аман болыңыздар. Қандай бір дарауыз ашып қойсақ па, демалыс орталығы ниет болады екен, қалалар көп екен. Ертең баспен тегірен деген жетер болса, өздері білсін. Айдар тілге мықты, енді ол рингтегі машықтығын да одан мықты екендігін көрсетеді деген сенім мол. Тағы бір белсене бастаған боксшымыз Тұрсынбай Құлахмет. Бұл жігіттің ендігі қадамы аздап түсініксіздеу. Білетіндеріңіздей, оның ісін британдық MTK Global жүргізген болатын. Алайда бұл компания банкротқа ұшырап қызметін тоқтатты. Ал қазақ боксшысы промоутерсіз қалды. Егер ол соңғы жекпе-жегінде нокаутпен жеңіліс таппағанда, әлемнің белді компаниялары қуана өздеріне алатын еді. Ал енді ол алпауыттарды қызықтыра алмайды. Кездесулерін елде өткізетінге ұқсайды. Өйткені оның жақында жекпе-жек өткізетіндігін Тукешев промоушн басшысы Жалғас Төкешев хабарлады. 25 мамыр күні осы компания Алматыда кеш өткізеді. Тұрсынбайдың рингке оралуы осы күн болатын секілді. Мейірім Нұрсұлтановқа қатысты жаңалық бар. 11 маусым күні ақтаулық Адал промоушн өздерінің 3-ші бокс кешін өткізетіндігін жариялады. Мейірімнің рингке оралуы осы кеш аясында өтетін секілді. Соңғы рет сол ақтауда ресейлік Андрей Сироткинді ұтып, WBO International белбеуін ұтып алған Нұрсұлтановқа қандай қарсыласта бар екен? Менімше бұл саңлаққа қазір елде қалуға болмайды. Оның промоушны қанша мықты болғанмен мейірімге Америка асу керек. Қалған жекпе-жектерін сонда өткізсе дұрыс болар еді. Өйткені ол баяғыда елде кездесу өткізу деңгейінен асып кетті. Орта салмақта менің пікірімде ол біздің елдің 3-ші номері. Геннадий Головкин мен Жәнібек Әлімханұлының артында қояр едім. Оған қазір Жәнібек назар аударып жүрген боксшыларға бағытын бұру керек. Нұрсұлтанов қазір сенімді түрде чемпиондарға шақырту тастай алады, біраз шулау керек. Әйтпесе үндемеген күйі бір бұрышта қалып қою әбден мүмкін. Екінші лектегі боксшылар көп қой. Шеремета, Сулецкий, Деревянченко, Лиам Уильямс секілді. Міне, мейірімнің деңгейі олардан асып түспесе кем емес. Ал оны Қарт Каспий жағалауында ұстап абырой таппаймыз. Оған қаржы салу керек. Мықты қарсыластар тауып беріңдер. Ал мейірім сосын өзінің чемпиондық амбициясын көрсетеді. Адал промоушнның ендігі ойы да осындай деп ойлаймын. Алдағы бір жыл ішінде біз оған атышулы жекпе-жек тауып бере алмасақ, обал жасаймыз. Тұлпар бауырын кеңге сала шаппаса, тулаққа айналады. Бағын байламайық. Бейнематериал ұнады ма? Онда лайк басыңыз, пікір қалдырыңыз. Бұл біз үшін маңызды. Арнаға жазылып қоңыраушаны басып қойсаңыздар, соңғы жаңалықтарды бірден біліп отырасыздар. Уақыт тауып тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Қазақ батырларының жеңіс жорықтары молынан болсын.